Кемпірдің үйіне бармасақ басымыз ауыратын болды ғой. Айсара, қалайсың? Жол болсын, қайда шықтың? Қайда болушы еді кемпірдің үйіне ғой. Келіндерің бар емес па ол жақта? Осы да бару керек. Бармасам қабағы тұрсатта отырады. Айтпақшы бар емес па? Асанбайдың қызы оқуға түсім я? Білмеймін, естімеппін. Сосын бар емес па? Мә дұрысты айтсайшы. Мә жаман пысы ғой, қап-қара бала болса да. Сосын бар емес па? Біздің бұл жақта тұратын осы бар емес па? Иә. Сол деген әйелі бір өзі сыйлаған ғой. Еще ауылдағылардың бәрі өсектеп хит болып кеткен ғой солар. Инстаграммен де маған шығып жатыр. Көрмеппін онда оларды. Сосын бар емес па? Айгүл деген жуганы 20.000 теңге қарсы алған ғой, прикинь. Айгүл қайсы Айгүл еді ол? Анау жолдың арғы бетінде тұратын ше? Бұл есіме түсті. Иә. Сол деген жуганы 20.000 теңгеге қарсы алған. Еще ана жука деген қақсап айтып жатыр. Анау деген қайтармайды ғой. Солай ма? Айтпақшы, Айсара, сені жама көріп қалып, Айшен амандасайын деген негізі мен асығы, сен жақсы сау бол. Жарайды. Осыларда бір асығат та жүреді. Нормально әңгіме айта алмайсың осы. Балқия, сәлем бердік. Бақытты бол. Ойбай, науnen тұстан жиналмаған таңғы ас. Банау, әбет болды ғой, әбет. Айсара болмаса тіріп бітпейді осы. Кешіріңіз, абысындай қазір сіз отырыңызшы, әңгіме айтыңыз. Мен қазір өзім башақ етіп жинап тастаймын. Айтпақшы кемпір қақты? Жадыр апаның үйіне кетіп қалған. Ана шайнекта төгілмеген ба? Төкпейсің ба? Кешіріңізші, абысындай. Асылың қақты? Асылым ба, ол қалаға кетіп қалған ғой, бір жұмыстар бар. Осы Күлім ханның келіндерінің ішіне асылым үндемей пысық қой осы. Дұрыс айтасың. Балқия есіңде ма? Бізде бір жаққа баруға сұранған кезде Күлім ханның қабағына дейтін қара жауатын еді ғой, есіңде ма? Есімде. Сол кезде. Айтпақшы, Күлім ханның туған күні жақында қапты ғой, не істейміз, не дайындаймыз? Абысындай оны енді біз шеше алмаймыз ғой. Асылым келгеннен кейін ол шешеді ғой бәрін. Дұрыс айтасың. Туған күнді күшті тойлайтыңыз ғой. Сөйтейік онда. Сол келген соң істейік бәрін. Балқия, осы келесі айдан кейін менің қызым бар емес па? Жукаға құда түсіп сырға салайын деп жатыр. Соны енді күшті қылып өткізу керек болып тұр да. Сол енді өткенде Жуканың үйіне қонаққа барамын ғой, құрбым ғой. Үйіне барсам енді кілемі әппақ, қазіргі таңда хит кілем ғой. Оны қоя тұрш, ыдыс айтсайш, алтындай жарқырап тұр ғой. Ыдыстарына қызығып кеткен соң ғой. Сол енді сенің мәдошың бар емес пысық ғой, ақ көңіл жан ғой. Еще өзде ақшаны зор табады, қап-қара, жақсы бала өзі. Енді сол бізге ыдыс жағынан қаржылай көмек берсін деп айтайын дегенмін ғой. Абысындай уайымдамаңызшы, біздің мәдош сабырлы және ақ көңіл ғой. Сіздер дастарханыңызды башақ етіп, жылтыратып қоямыз ғой, уайымдамаңыз. Рахмет, бір қуанып қалдым ғой. Енем бір жұмыстарым бар, дүкенге де соғу керек, одан кейін үйге бару керек. Мен қайта берейін, мақыма? Сосын апама сәлем айтасың ғой? Тымақым екен. Кетті осы. Айсараға жоқ дей алмайсың ғой. Жоқ десең жынданады, бірақ біздің мәдіш ақ көңіл, сабырлы ғой. Өсек айтамын деп ыдыстарын қап қойыпты ғой. Қой оларына ыдыстарымды жуайын.